компьютеризация дейді ғой, любой мекеме болсын, ұжым болсын, бәрі компьютерлермен істеп. Адамның саны, штаттар қысқарады. Ертең 1000 адам несін жалғыз компьютер істейді. Соны қалған адам қалай өмір сүреді? Жұмыссыз қалады дейсіз. Мысалы, қалай өмір сүреді? Оның кеселі көп, мысалы ойласаң. Мына бабаларымыз, ақсақалдар, өмірден өткендер, мен сол құлағым естіп солар білем ғой, нағыз исламның жаңыз таза сондай бәрі. Қазір мына бұрмалаушылықтар өте көп сондайлар осы. Осы музыкаға қарсы бәрі харам дейтіндерді түсінбеймін. Дінге сенген жақсы ғой, мен оны қарсылық естіп жатқан жоқпын. Мен айтайын дегенім, солардың көбісі жол жаңағы басқа жат ағымдағы жүрген адамдар, жастар. Көп қынжылтатыны бәрі жастар. Олар бір жұмыс істемей ма, білімімізді бәлде оқымай ма, олар ертеңгі біздің болашағымыз ғой. Сонымен көп алаңдатады мысалға. Халықтың талғамы өте төмен болып кетті. Оны рухани жағын айтайын. Бәрі сол тойдағы әндер қазіргі бірінші орында тұрады. Тойдағы айтылатын әндер үлкен сахнаға шығып кетті. Бәрі бір қазанда қайнайды жаңағы. Сол көп қынжылтады. Әрине, мен қазір жалғызсырап қалдым. Күнде көрмесек та 7-сіне 2-3 рет бірге жүретінбіз. Құрметті достар, бүгінгі студиямыздың қонағы Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері, композитор Бейбіт Оралұлы. Бейбіт аға, біздің студиямызға келгеніңізге көп рахмет. Сізден сұхбат алу баяғыдан бері менің жоспарымда жүрген. Сізді жалпы біздің қазақ елі үлкен композитор деп біледі. Және сіз Мұғалжар жақтан шыққансыз, туып өскен жеріңіз сол. Жалпы қалай ойлайсыз, мына туған жер деген Мұқағали ағамызды, Абай бабамызды көп суреттеп кеткен ғой, өзінің шығармашылығы туған елімен өте қатты байланыста болады деп. Сіз сонымен келісесіз бе? Негізі туған жер сізге күш беріп тұра ма? Туған жер ол. Кіндік қаны тамған жер, туған жер әр қазақ баласына ыстық қой ол. Талай ақындар, талай композиторлар өз өнер творчестволарын айтып жазылып кетті. Сол мен де жаңағы өз репертуарымда мен осы 5-6 ән, сол Мұғалжар өңірі, менде ауылға деген ән кезінде айтылған, жүрші сәулем ауылға деген әндер, ауылым деген әндерге мен 5-6 ән тек қана осы Мұғалжар өңірі, жем бойын арналған әндер. Оның ішінде жаңағы жалпы бұлай үлкен Асан Қайғының баяғы мұны неге білмейсің деп Жәнібек, әз Жәнібек ханға айтқан, бір налып айтқан жаңағы үлкен бір терме толғауды кезінде осы Алтынай Жорабаева орындаған. Сонда да сол мен ойыл, жем бойы, жаңағы қырында киік жайлаған, суында балық ойнаған, жемде кеңес қылмадың деп басталады. Мысалға сол тіпті жем деген ат, Мұғалжар деген болса көзіңе оттай басылады, жүрегіңді қозғайды, бір шабыт шақырады деген сияқты. Әрине, мен де тыс емеспін, мен де сол туған жерді сағынасың. Талай әндер жазылады да деп ойлаймын. Композитор болу деген ой сізге неше жаста туындады? Жалпы айтады ғой, адам өз тағдырын бала кезінде шешеді деп. Жалпы Құдайдан бері дарыған, аруақтан дарыған ба, жұрт әртүрлі жұрт емес, жалпы бізде сондай бар ғой, қанмен дариды біріншіден, аруақпен деген сияқты. Әле табы өзінің бір жаратылысыңнан болады. Бірақ қанмен дариды деген дұрыс шығар, себебі біздің отбасымыздың көбісі сол өнерге жақын, соның бір дәлелі. Жас кезімде мен бір композитор, үлкен белгілі бір осындай жаңағы өнер адамы болады деп мен сондай жоспарлағанда жоқпын, ол ойымда болған жоқ, бірақ өнерді қатты сүйдім. Ол бір үлкен әңгіме, енді осы мына сұхбатқа көлемді сұхбат болса жарайды, айта кетейін. Жалпы мен домбыраны 3 жасымда деп, мен есімде жоқ әрине. Мен 5 жасымда есімде тартқаным. Мен талай осы интервьюлерді айтып жүрмін. Біздің осы қолдан ол кезде домбыра деген үлкен болатын. Біздің жақтан жастықты көпшік дейді. Сол домбыра тартып отқанда келіншектер жаңа қызықтап, қонақтар келгенде бәрі
келіншектер жаңағы жастықты біздің жақта көпшік дейді тіреп отырады да, домбыра сыймайды менің қолтығыма. Сосын бір Зейнет деген бір көрші ақсақал маған кішкентай сол домбыра жасап берген, әлі есімде. Сол 4-5 жасымда. Сондықтан домбырадан бастадым. Одан кейін домбырадан кейін мандолина, мектептің оркестрінде, одан кейін гармон тарттым, одан кейін гитара тарттым, одан кейін беріректе мына Алматыда мына ансамбльдің жетекшісі болып жүрген кезде уже жаңа не дейді ғой, оны пианино дейді ғой, клавишный инструменттерді үйреніп, эстрадалық бағытта. Сондықтан мен кәдімгі бүкіл инструментті уже ойнап, сол уже қаныма сіңді, кәдімгі өнерсіз өмір сүре алмайтын болдым. Өмірім мен өнерім сол қабаттас бір-бірімен тығыз байланысты болды. Сондықтан ол ешқандай жоспарлаған емес, менің сол қазақта бір сөз бар ғой, менің өмірім өнерім деп, сол бір-бірімен тығыз байланысты. Негізі адамның тағдырын шешетін қандай нәрсе деп ойлайсыз? Ол ынта ма, немесе бір ата-ананың нұсқауы ма, жалпы адам тағдыры? Ол әртүрлі жағдайда ол меніңше. Бірақ сенің жаратылысың бірінші қанмен. Өзіңнің тіпті мен ешкім осы домбыраға кезінде әрине қасымда мен еліктейтін ағам болды, Серік ағам. Мысалға Сүйіндік ағамыз, жаңағы көршілер, солар шамалы не дейді, жаңағы бір солардың тартқанын көріп, еліктеп, енді қасыңда сол онсыз болмайды ғой, мысалға жас балаға. Соның арқасы шығар, өнерлі себебі неге бір семьяда, отбасында бәрі өнер болып, бәрі бірінен бірі үйреніп, бірін тартып. Ол сол ауырысы ортасында сол адамды қалыптастыратын, адамның мінезін қалыптастыратын отбасы. Ол тәрбие жағы болсын, өнерлі отбасы болса, ол өнерге баулайтын, сол ортасы, өзінің сол отбасы деп есептеймін, жан жағы. Сол онсыз болған жоқпын, әрине менің қасымда сондай өнерлі үлкен азамат ағалар болды. Соның арқасы шығар деп ойлаймын. Бірақ ең бастысы өзіңнің жаратылысың. Сенің өмірдің, Құдайдың сені жаратқан, өнерлі қылып өнерге жаратса, ол өнер деген кез келген адамның басына қонбайтын нәрсе. Біреу жаңағы спортшыға бейім болады, өзінің дене бітімі болсын, өзінің ішкі, мысалға композитор болсын, ақын болсын, оның ішкі жан дүниесі басқа, ол басқа әлем деп айтуға болады. Сондықтан сол қанмен дарыған сол өзімнің жаратылысынан шығар деп ойлаймын, бірінші. Екінші, сол қалыптастырған орта. Одан әрі сенің ортаң ол сені қалыптастырады, сені ол сауаттандырады. Барып оқуға түсесің ба, жаңағы үлкен бір басқа өз өнеріңді жаңағы қалыптастыруда ол оқу орнында оқиды. Сол сияқты ғой енді әркімнің өзі. Өнерлі бір жақсы ұжымдарда істесең де, ол да өзінің септігін тигізеді деген сияқты. Негізі айтады ғой, таланттың өзі ол бір бөлек, бірақ талантқа қосылып еңбекқорлық келу керек. Себебі көп деген адамдар талантты, бірақ жолдың былай шетінде жатады, былай айтқанда. Шамалы ынта жетіспейді, жаңағы не. Жалқаулық бәрімізде де бар ғой, мысалға. Бірақ егер ол еңбек сүйгіш неден келеді? Егер сен жан тәніңмен сүйсең, өнерсіз ол. Ол саған ешкім айтпайды, сен оны қамшымен айдап салғандай емес, оны өзің табасың сол. Егер шын жүректе, шын тәніңмен жақсы көрсең өнерді, ол саған ешкім бір нұсқау айтып, біреудің айтқанын керегі жоқ. Ол өзің табасың. Аспапты да, ойнауды да. Мысалға мені былай жалпы менің марқұм ағам Әділхан ағам айтатын. Мен бала кезімде жаспын ғой, білмеймін. Домбыра, радио, ол кезде тек қана радио бар ғой. Радиоточка ма? Не дейтін еді, радио желісі тек қана радио. Ол кезде транзистор да жоқ, радио да жоқ. Содан жаңа бір күй береді, мынау не барады, соны мен кәдімгі тыңдап алып, бір кезде теріс қарап отырады дейді да домбырамен. Соны шамалдан кейін соны тартып отырады дейді. Аузынан су ағады дейді, мынау өзімен өзі сондай.
ол адам білмеймін, солай деп айтады, қайдан енді мен өз өзімді сипаттай алмаймын ғой, бірақ естіген нені айтып отырмын. Иә. Негізі айтады ғой, мына шығармашылық адамдары өте жаңағы жан тәні өте жіңішке болып келеді, тонкая душевная организация, орысша айтқанда. Және мына Шәмші ағамыз, Нұрғиса ағамыз кезінде сол осы дүниеге шамалы сыймай кетті ма, енді сондай бір қиыншылықтар болды, себебі жан жақ енді көп түсіне бермейді ғой шығармашылық адам. Сізде сондай бір қиын шақтар болды ма іште? Әрине, рухани бір шамалы. Мен бір-екі осы үлкен бір газетте бір сұхбат бердім, осыдан 10-15 жыл. Соның сұхбатты бір жақсы, сол тілшіні ұмытып қалдым, аты жөнін, бір қарындасымыз осы. Сонда сұхбат былай аяқталады. Осы кезде Шәмші ағамызды жиі еске түсіремін деп, сол көп нүктемен солай. Себебі елеусіз қалған жағдайлар болады. Мысалға мен сондай басымнан өтті. Себебі мен өзіміз, біз отбасымызбен болсын, өнерлі адамның көбісі қарапайым болып келеді. Шәмші ағамыз да қарапайым болды ғой, мысалы шынын айтқанда. Иә, ешкімге ол бір салмақ салып, маған былай істе, мен мынандай ағаңмын, или мен осындай адаммын деп кеудесін керіп, жұрттың алдынан біреудің алдын кесіп өтті деген ондай мен оқығаным да жоқ. Жалпы біздің үлкен ағалар ғой енді. Сол сияқты көптеген таланттар, талай қанша өмірден өткендер, сол көбісі қарапайым болып келеділер. Өз сол ішкі дүниесі, оның өзінің әлемі, олардың жаны ол өзгеше, басқаға ұқсамайды, өзі бір басқа бір әлем. Сонымен өмір сүреді ол. Сондықтан олардың жаны нәзік болып келеді. Олардың жүрегі де тез жараланып, жаңағы көңілін алады. Көбісі жаңағы қазір айтып жатырады ғой, біреу ішіп кетті деп, шын айтқанда. Осы бекерден бекер болмайды, сол тағдырдың тәлкегі, сондай жаны нәзік адамдар соған көбінесе жаңағы өзің айтқан, орысша айтқан сияқты подвластен, сондай нелерсілге төзе алмайды өмірдің сондай қады. Оған бір қаттылық, бір өзінің бір жаны бөлек, басқа адамдар болады ғой, мысалы қайсар мінезі бар, ол жаңағы батыр бола ма, батыл бола ма, спортшы бола ма, олардың әлемі басқа. Өз қойған мақсатына тез жете біледі олар, мысалы өмірдегі қазір. Өнер адамдары олар басқаша. Оларға әрине өнерге қолдау керек дегенде бәрі түсінеді, бір ақша сұрайды, мына сұрағанда емес. Өнерге кәдімгі тек қана ол материалдық жағынан емес, рухани жағынан болсын. Өнерді қолдаған келсе, сол адамдарды қазіргі жүрген көптеген біздің, менің әсіресе менің қатарымдағы көптеген адамдар қазір өте қиын сондай өмірдің қазір шын айтқанда тіпті өмірдің азабын бастарынан өткеруде. Соларды қолдау керек. Мысалы қолымнан келсе, мен достарымды өзім қолдап жүремін әрқашанда. Неліктен солай деп ойлайсыз? Адам жасы келе бере, мысалы үшін 70-ке таяп қалғанда сондай бір сұранысқа ие болмай қалады. Неліктен? Жастар иеленей ма? Неліктен? Өмірдің заңдылығы, нарықтың заманы ма? Әр заманның өз сұранысы ол қалыптасқан қоғамда. Әр заманның өз әуені, өз несі болады ғой. Мысалға біз жас кезімізде бір гитараны дыңғырлатып айтсақ, біздің апаларымыз, әй, қойым даңғырлатпай қойшы деп, жаңағы олардың құлақтары домбыра, 60-шы жылдардағы баянмен айтады, тербеліп жатқан, вальсырғағымен айтқан, біздің шешелеріміз сол болсақ дағы деп жаңа танысы, жаңа қайықтан айтты, мысалға. Болмаса домбырамен күмбірлетіп тау ішінде айтса Кеңсебойдың, сол сияқты. Әр заманның өз ырғағы бар. Жастардың талғамы соған қарап, содан шығады, содан барып қалыптасады. Қазіргі талғам әрине жастардың. Сондықтан бір ұғым бар ғой, жаңағы не борьба поколения, мысалға екі ненің бір-бірін түсінбейтін де содан, мысалға бір неден шықпағаны. Себебі заман бір орында тұрмайды, ол да заңдылық. Оны да мысалға бір белгілі бір межеге қойып, осындай біз енді сондай болуымыз керек, біздің әніміз осындай болу керек, біздің менталитетіміз сондай болу керек деген сияқты болмайды. Бірақ әрине өз қазақ деген өзіміздің әуеніміз болсын, сазымыз болсын, біздің өнеріміз болсын, жалпы ол сақталу керек қой.
ол дәстүрге айналу керек та мысалға. Бірақ біз қазіргі заманның ырғағынан бүкіл әлем кеңістігінен біз шетте қалмауымыз керек. Біз бірге қалыптасамыз, біз одан әрі қарай қоғамды дамытамыз десек, сол әлем кеңістігінде жүргеннен кейін оны да оған да көңіл аудару керек. Көңіл аударғанда емес, бірге өмір сүріп келе жатырмыз да әрине. Сондықтан көптеген қазір бір қайшылықтар кездеседі осы әлеуметтік желіде болсын. Тек қана біздің осы міне тек қана бәрі қазақша болу керек, бәрі анандай болу керек деген ондай радикалды ұғымдарға мен өзі түпкілікті қарсымын. Кейбір біздің осы еңбек сіңірген ақсақалдар мүмкін баяғы атағын қимай ма екен, жастарға еліктеп, өзінің имиджін өзгертіп, сондай құбылысқа қалай қарайсыз? Жарасымды ма, әлде мүмкін? Мен вообще өзгергенді, құбылғанды вообще менің болмысымда жоқ. Менің жауабым осы. Мен қалай осы болмысым қазіргі нем қалай жас кезімде қалай болдым? Мүмкін солай мен бір өзгерем деп бір мақсат қойып, бір ондай жоқ. Қалай мен осы жаратқан осылай келе жатыр, білмеймін. Қазір байқап көрсеңіз, мына кезінде былай феномен болған Дос Мұқасан тобы қазір қайтадан бір жаңарып, қайтадан қызығушылыққа ие болып жатыр. Дос Мұқасан туралы жақында көркем фильм түсірілді, үлкен атаққа ие болып жатыр, қайтадан жастар жаңадан танып сол топты. Сол топтың жалпы негізі феномен болғанына не себеп болды деп ойлайсыз? Бұл түсінікті бір жағынан битломания болды, ливерпульская четверка болды. Соған еліктеп қазақтан да шығу керек қой, ол бір сұранысқа, сол кездің сұранысына, сол кезде тап сол неде жаңағы бір ұғым бар ғой, сол жерде тап болды деген сияқты. Алдына солдай жастар соған әрине еліктеушілік, ол бүкіл тек қана Битлз болсын, Роллинг Стоунс болсын, сондай Москвада цветы болды, мысалы сол кездегі Стас Намин, мысалы Машина времени, олар кейінірек шықты. Сол әр елде сөйтіп шыққан, мысалы Өзбекстанда Ялла болды деген сияқты, бәрі бір уақытта шыққандар бәрі. Сол біздің да Дос Мұқасан сол кездегі сол қоғамның сол өзінің өзі іріктеп, өзінің бір сол кездегі шыққан аңызға айналған Дос Мұқасанды мен өзім де бала кезде қатты жақсы көрдім. Кеше ғана звондады, таңертең таңғы сағат 7-те Мәкең деймін. Сен осы Мәкең деген маған дұрыс деп, мен жас бала емеспін ғой. Мұрат аға деп айтпай-ақ қояйын, Мәкең десе деп. Жаңағы айтып жүремін ол жас кезімде, 9-10 класс оқып жүрген кезде, той жыры, құдаша шыққан кезде, мен сондай қатты сыйлаймын, қатты қадірлеймін мысалға Мәкеңді. Кеше ғана таңертең звондаған осы. Әрине олардың Дос Мұқасан жасарып жатыр деген бір жаңа әншісі келді, Айбек, оны осы жақында көрдім. Қалай Дос Мұқасан десем, Дос Мұқасан жаңартып жатырмыз деп қалжыңдайды. Ол да заманның сұранысы, ол себебі көптеген басындағы жүрген адамдардың бәрі дүниеден өтіп кетті. Енді ол аңызға айналған аты бар. Әрине ол өзінің жалғасын табу керек. Жастар бола ма, әрине ол жалғаса береді деп ойлаймын. Себебі ол өзінің орны қазақтың өнерінде, әсіресе қазақтың эстрада жанрында, вия жанрында, вокальды инструменталды аспаптың ансамбльді негізін қалағандардың бірегейі деп айтуға болады. Сондықтан бәрі орынды деп есептеймін. Қазір неге сондай топ құрылмайды деп ойлайсыз? Қазір ондай топ мүлдем көрмейсің. Кәдімгі сол Битлз, Дос Мұқасан. Сол Дос Мұқасанның осы мен тұрақты мүшесімін, айтпақшы, сол жаңа республикалық осы политехникалық институттан шықты ғой. Сол жерде қазір жыл сайын дәстүрлі түрде республикалық жоғары оқу орындарының арасында баяғыда студенческий весна деген болатын. Бүкіл қазір ол қалды. Себебі ол кезде жаңағы бум болды ғой, бум дейді ғой, прям вияның. Любой тіпті мектепте, тіпті любой кәсіпорында сондай ансамбльдер болатын. Осы 70-80 жылдары. Бәрі құрдымға кетті ғой қазір, мына компьютер келгеннен кейін. Сол мысалы Дос Мұқасанның әндерінен осындай республикалық конкурс биыл міне осы 3-ші рет болады алдымызда жылы. Соның тұрақты мен мүшесімін. Сондай қазір сөйтіп жаңғыртып жатыр, жаңағы сұрағыңа орай. Себебі ондай жаңағы бүкіл жаңағы жастардың
бір ол заман жаңа айтып отырмық қой, заманына сай солай стильді ансамбльдер бір сон мода болды былай айтқанда. Қазір жастардың айналысатыны ондай ансамбль зачем? Бәрі дайын. Жаңағы екі иді не дейді жаңағы интеллектуальный жаңағы қазір айтады ғой, бәрі компьютер істеп береді. Иә. Сол сияқты жастар көбінесе өте біздің ол өте бір жағынан технология жағынан, не жағынан енді бір жетістік қой ол да бір жағынан. Иә, ол адам ойлап тапты, оның дамытып жатыр. Бірақ мына адамның өзінің адами фактор ретінде, адами өзінің даму ретінде ол өте кеселі көп оның. Себебі адам өзі ойнамайды ғой уже. Бұрын барабан болсын, бас гитара болсын, гитар, бәрі солардың жаңағы еңбек тер төгіп соны жаңағы дайындалады, дайындығы бар, репетициясы бар деген сияқты. Шыңдалады, ол деген қанша, ол деген кәдімгі мына спортсмендер қалай спорт залдан шықпайды. Бізде күн сайын репетиция мысалға. Ол адамның бір еңбек қой, ол нағыз еңбек ол. Иә. Ол тек қана жай еңбек емес, ол адамның махаббатпен шын сүйіп соған жаңа неге шаршамайды, сол еңбек қорлық емес, сол еңбегінің сол саусағынан тамған дейсіз ғой. Иә. Жаңа ансамбльмен бірге ойнау, бір адам құсап жаңа синхронно бір неме ойнау деген. Ол үлкен, ол тәжірибе. Иә. Содан біз айырылып қалдық, мен айтайын деген. Қазіргі сол істеп жатқан конкурстар көп болса, әрине сондай жаңғырса, менің арманым сол қайтадан. Ол себебі біздің мына музыканттар болса, мына ойнап жүргендердің, солардың қатары көбейеді. Ол жалпы рухани жағынан болсын, адамның өзі жаңа айтады ғой, музицировать еткенде адам өзіне алғанда, оның ішкі жан дүниесі де өзгеше болады адамның. Мысалы гармония болсын, бәрін өзі соны ажыратып, соған ол көпшілік бәрі сонымен айналысса, ол тек қана бір ғана адам или жаңа компьютермен жасай салады, барады да плюспен айта салады, ол әшейін ол еңбек те емес, оның біз жаңағы ішкі жан дүниесін бір кеңітіп, бір ерекше бір сезімге бөледі деп оны айта алмаймын. Жалпы алдағы барлық әлемдік музыканы не күтіп жатыр деп ойлайсыз? Көбісі мына жасанды интеллект деп отырсыз ғой, ол кино саласына да сіңіп жатқан нәрсе. Қазір көп сценарийлерді өзі жазатын болып тұр жасанды интеллект. Сценаристер соған наразылық адами білдіріп. фактор деп отқаным сол ғой, адамның өзінің бір бәрі жасанды болғаннан кейін техника жаңағы осы технологияның нәтижесі ғой, соның арқасында. Ертең оның кеселі өте көп. Жастар миы кеуіп кетеді былай айтқанда. Бірақ сонда да қолмен жасалған нәрсеге үнемі сұраныс болады ғой. Енді сонда өзіңіз ойлап көріңіз, мысалға көптеген қазір жаңағы компьютер келгеннен бері компьютеризация дейді ғой, любой мекеме болсын, ұжым болсын, бәрі компьютерлермен істеп. Адамның саны, штаттар қысқарады. Ертең 1000 адам несін жалғыз компьютер істейді. Соны қалған адам қалай өмір сүреді? Жұмыссыз қалады дейсіз. Мысалы, қалай өмір сүреді? Оның кеселі көп, мысалы ойласаң. Жұрттың бәрі сондай жаңағы не болып кетпейді ғой, бәрі. Қазір блогерлер көп шығып жатыр, мысалға. Бәрі сонымен айналысып кетпейді ғой, бірін-бірі, мысалға. Мен соны түсінбеймін, қалай оны. Болашағымыз қалай болатынын. Себебі көптеген біздегі қазіргі құбылыстар бір жағынан жаңа біздің бастаған әңгімеміз сол ғой. Технологиялық жетістіктер болсын, осындай соның арқасында бір жағынан біз ертең Марсқа ұшып кетерміз, басқа да жетістіктер ол керек, бірақ ол ғылыми зерттеудің нәтижесінде шығар. Бірақ біз қоғамдағы адамның несін қатты ойлану керек, қатты ойланатын жай ол. Ол үлкен бір глобалдық мәселе деп есептеймін. Бүкіл әлемдік. Жаңа айтып отырсыз ғой, еңбек сіңдіру керек музыкаға, әуен жақсы болып шығу үшін. Совет үкіметінің атақты, Россия деп айтсақ болады, Россияның атақты композитор Эдуард Артемьев былай деп айтып кеткен. Мен шабытқа сенбеймін, мен еңбекке сенемін деп. Яғни шабытты күтіп отырсаң, ол үнемі 2 жыл, 3 жыл, 5 жыл өтіп кетеді. Әуен ойыңа қонбайды.
Ал күнде былай не құсап жаңағы ағаш түсіргілейтін адам құсап күнде жаңағы отырып жаңағы бүкіл инструменттерді ашып сөйтіп күнде еңбек етсең әйтеуір бірдеңе ойыңа қонады дейді. Яғни шабыттың артын орысша айтқанда 50/50 тағы да айтып отыр. Ол неге шабыт? Шабыт керек, вдохновение керек адамға. Шабыт керек. Біздің ана бір ағамыз айтатын атақты. Мені өтірік болса да мақташ, шабыт келеді деп. Өтірік болса да мақтасаң адамға, көңіл бөлсең деген сияқты. Шабыттану деген. Шабыт деген ол үлкен, ол адамның қанат қағып қанаттанған. Сен ұшып кетесің ғой, ол деген уақытта сол. Онсыз қалай? Мен Артемьевті жақсы білемін. Ол киноға алғашқы саундтректерді жазған Артемий, алғашқы синтезаторды ол композитор ғой. Иә, кәдімгі ол инструментальный нені көп жасады. Сол кездегі виртуальный дыбыстарды, өзі мына синтезаторды, ол кезде Совет үкіметі кезінде бұндай қазіргі жетістіктер болған жоқ, бұндай синтезаторлар. Бірақ сол кездің өзінде ол соған қол жеткізген. Мынандай виртуальный дейді ғой, неше түрлі мына теңіздің астында болсын, басқа ғарыштық теманы жақсы салған. Сондай звуктарды мына ғарыштық соны өзі іздеп ол басқа өнер ол. Ол тек қана ол мысалы Тухманов сияқты мен оны талантты адам болды деп айта алмаймын мысалға. Тухманов кәдімгі композитор. Өзінің еңбегімен, клавишпен ойнап отырып, шабыттанып, шабытымен, өзінің жаңағы жаратылысымен жазған шыққан әндері мысалға. Артемий ол басқа формат, басқа неде ол. Сондықтан оның айтуы да өзінің сол шығармашылығымен тығыз байланысты. Ол сондықтан жаңа 50-50 деп отқаным сол. Ол басқа, оны шатыстыруға болмайды. Шабытты қандай өнер, ақын болар, композитор болар, шабытсыз келмейді жақсы дүниелер. Менің ұғымымда солай. Ал шабыт жалпы қолмен жасатып алуға бола ма мүмкін жаңағы жан-жағын шабыт шақыратын кездер болады дейді ғой. Жан-жағын тыныштандырып, шамалы ойыңды шамалы қайрап деген сияқты бір шабыт іздейтін негізі бір не бола ма әдістері соны табатын. Білмеймін, мен өз басымда ондай өзіммен өзім шабыттанбаймын. Ол мысалға біздің Шөкең айтатын Шөмішбай Сариев ағамыз маған көп өзінің септігін тигізді. Көптеген әндер жазылды. Композиторде менің бір кешім болды авторлық. Сонда бір сахнаға шығып өлең оқып, сонда айтқан сөзі әлі есімде. Композитор деген кім ол дейді? Ол дейді арыз жазушы дейді. Бәрі көбі түсінбей ол арыз жазушы. Ол жалпы деген сияқты. Ол дейді өзінің мұңын шағады дейді. Өзінің көңілін, ол көңілді бола ма, мұң бола ма, әлде көңілді шақтарын жаза ма дейді. Бірақ сол арыз жазғандай соның өзінің несін жазады дейді. Сол жаңағы ол бекерден бекер келмейді ғой, шабыттан келсе өзің жазасың. Сені не бір қоғамда бір не дейтін еді жаңағы. Что тебя волнует деген сияқты. Жаңағы бір көңіліңде бір нәрсе жаңағы ол мұң бола ма, көңілді бола ма. Сол біз как будто бір неміз да сол жаңағы проводник. Біз арқылы өтеміз да соны біз әуенге айналдырып ол Құдайдың жаратылысынан шыққан сол дүние. Ол себепсіз еш нәрсе болмайды. Бізді алаңдатқан мәселені біз әуенге айналдырамыз. Жүрегімізбен соны шығаруға тырысамыз. Ол шын жүректен болу керек. Ол шабыттанғаннан кейін ол келген дүние сен шын жүрегіңнен шығу керек. Артемьевтің айтқан ол жаңағы бір синтез. Бәрін бір іздеп, ол еңбекқорлықтан шыққан дүние мысалға. Екеуін бір-бірімен шатыстыруға болмайды. Яғни әуен Құдаймен сырласудың бір амалы дейсіз ғой. Ол Құдаймен сырласу деп білмеймін, ол Құдаймен сүйіп айтып кетеді ғой көбісі мысалы үшін. Енді Алладан ғой бәрі, Құдайдан да, Құдайға да ол себепсіз бұл дүниенің жаратылысы болсын, қай болсын, себепсіз Құдайдың да септі әрине оның. Себебі адам бір кейбір кезде бір қиялданып кетесің, армандар бір жаққа, басқа жаққа бір әлемге кетіп қалған кезде, әрине ол тектен тексіз еш нәрсе келмейді адамға. Құдайдың жаратылғасы сол, жаратылыс деп отқаным сол ғой. Жаратылыс демекші мына ұлы неміс философы Шопенгауэр айтып кетті ғой. Әуеннің бары, яғни Құдайдың барының аяғы деп.
себебі біз музыка тыңдаймыз, яғни Құдай бар деген сөз. Себебі Құдай ғана осындай әсем нәрсені жаратады. Жаратылыс қой. Тағы мен айтып отырсам, сол бір философия сол. Құдай деген сол жаратылыс, жаратушы бізді. Көбісі қазіргі бір түсінбеймін, мына қазіргі мына діндің жаңағы бұрмалап кетті ғой, неше түрлі ағымдарды айтамын. Мына домбыра болмайды, музыка болмайды деген сияқты. Кейбіреулер айтып жатыр ғой, сол азан шақырғанның өзі ол да бір харам деп пе? Жоқ, азан шақырғанның өзі де музыка. Ән ғой? Қандай ән мысалға. Соны ол тек қана ол біздің пайғамбарды дұрыс айтқан есімен жүрсе, біздің мына бабаларымыз, ақсақалдар, өмірден өткендер, мен сол құлағым естіп солар білем ғой, нағыз исламның жаңыз таза сондай бәрі. Қазір мына бұрмалаушылықтар өте көп сондайлар осы. Осы музыкаға қарсы бәрі харам дейтіндерді түсінбеймін, шынымды айтсам. Жаңа айтып отырсыз ғой, мына діншіл, діндар адамдардың көбісі ықпал тиіп жатыр деп. Жаңа қисық бір көзқарастар. Иә. Соның болашақта елімізге қандай бір қауіп қатері болады деп ойлайсыз ба? Негізі теріс мүмкін бір ықпалы бола ма екен? Себебі меніңше солай сияқты. Қазіргі көбісі мына діндар адамдардың көбісі қазір дін саясатқа араласып кетті ғой. Сол маған ол өте қорқынышты нәрсе. Оны тіпті кәдімгі қаттырақ айту керек. Ол мен бәріміз Аллаға, бір Құдайға сеніп, біздің бала кезден әкеміз, шешеміз солай үйреткен, біздің ол діндар қашанда ол бір Аллаға сенеміз, Құранды да оқимыз деген сияқты. Бірақ мен соңғы кездегі осы жат, бізге қазаққа жат, осындай басқа ілімдер, осы басқа жат ағымдар, қазаққа жат ағымдар көбейіп кетті. Сол мені көп қынжылтады. Мен оны талай жерде айтып жатыр, тек қана мен емес, оны айтып жатқан көптеген пікірталастарда болып жатыр. Енді ағымдар болғанда біздің жалпы, біздің қазақ, біздің осы аруаққа сенген, ол біз жаңа Тәңірдің жалғасы исламға келгеннен кейін, бірақ өзіміздің қазақ, біріншіден қазақпыз, өз ұлтымызды, өз ұлттық негіздегі қалыптасқан біздің дәстүрімізді, қазаққа деген бізді қазақ қылатын, қазақ деп әлемге паш ететін біздің өзіміздің жақсы дәстүрлеріміз бар емес пе мысалға? Оны біз қалай ұмытамыз мысалға? Оның бәрі харам қылып қазір айналдырып жатыр. Қысқаша айтқанда арабтандырып жатыр бізді. Мен оған түкпілікті қарсымын. Мен соны толғандырады келешекте. Қазір мен жұма күні кеше жазып жатыр ғой, міне әлеуметтік желіде, көшеде уже адам сыймай, жаңа машиналар жүре алмай, жаңа не дейтін еді, жаңа пробка, жаңа бір-бірімен жаңағы көшеде, мысалға сондай. Ол білмеймін, ол кейбір адамдар айтып жатады ғой. Жоқ, соның бәрі дінге сенген жақсы ғой, мен оны қарсылық естіп жатқан жоқпын. Мен айтайын дегенім, солардың көбісі жол жаңағы басқа жат ағымдағы жүрген адамдар, жастар. Көп қынжылтатыны бәрі жастар. Олар бір жұмыс істемей ма, білімімізді бәлде оқымай ма, олар ертеңгі біздің болашағымыз ғой. Сонымен көп алаңдатады мысалға. Кейбір политолог азаматтар айтып жатады ғой, болашақта осылай әрі қарай осылай өмір сүре берсек, бір 20-30 жылдан кейін Сирияға айналамыз деп. Иә, и так соған келе жатырмыз. Сирия, Афганистан кезінде гүлденген халықтардың бірі болды ғой, ал қазір қандай мысалы үшін? Жермен жексен былай айтқанда. Сондайға айналамыз деп ойлайсыз ба? Үлкен мәселе, үлкен проблема, ол трагедия, ол халықтың. Ол не тапты мысалға? Осы Сирия мысалға не тапты? Бәрі босқынға айналып кетті, бір әлемдік босқын мысалға. Қазір мүлдем құлдырап жатыр. Иә, мысалға сол көптеген, иә. Енді тағы бір мәселе бар. Мысалы, Ауғанстанды айтасың. Ауғанстанның өзінің менталитеті бұрыннан қалыптасқан, ол өзін Ауғанстан тимеу керек еді. Ол өз-өзімен солай дами берсе, ол да ешкімге зияны болмай, өзімен өздерінің бір оны ешкім ала алмады ғой.
кезінде кеңес одағы болсын, 10 жылда болмады. иә, Америка болсын, Құрама Штаттар ала алмады ғой, себебі олардың өздеріне берік, олардың мысалға. Оларға тимеу керек еді. Олар өздерімен өздері ешкімге дамып жатыр. А егер мысалға басқа көрші елдеріне шабуыл жасап, или бір нұқсан келтіріп, или жаңағы бір жаулап деген сияқты, әлде өздерінің жаңағы айтқан діни жаңағы нелерін соларға кіргізіп жатса, залал тиіп жатса, ол басқа әңгіме әрине. Сондықтан қайдан білемін, бірақ жалпы біздің осы жат ағымдарға байланысты ол дінге сенбеңдер деп жатқан мен енді аулақпын, Құдай сақтасын. Бірақ сондай жат ағымдар көбейіп кетті, көп алаңдатады әрине. Қазір айтып жатыр ғой, мысалы үшін 20 жылдан кейін біздің ақш үлкен компаниялар Қазақстаннан шығып кетсе, біз мүлдем жаңағы өте артта қалып қалған елдердің қатарында боламыз деп. Себебі қазір бізде мұнай бар, бір металдар бар. Енді қалай болса да өмірімізді, күнімізді көріп жатырмыз. Ал 30-40 жылдан кейін мұнай бітсе, оның орнына не болады, қалай күнімізді көреміз деп қазірден бастап үрей туып жатыр. Үлкен бір мәселелерді қозғап кеттік біз енді. Үлкен мәселе болғанымен біздің ел ғой енді, біздің болашағымыз. Жоқ, әрине ол мұнай ертең таусылады, сіз немен күн көреміз деген сияқты. Ол жалпы ғылым, білім, ғылым деген біздің болашағымыз. Біздің әуен болсын, ол да сол үлкен бір, оның болашағы тек қана дырылдап тойдың әндерін дырылдау емес. Әрі қарай дамытуға сол ғылым, білім керек. Бәрі ғылым, білімге байланысты. Әр салада болсын. Менің түсінігім солай бол. Қазіргі көбірек жаңа жастарды айттық қой, сол қазір мешіт жетпей жатыр деген сияқты көшеде. Солардың бәрі діндеріне берік болсын, оған ешкімді алмайды. Бірақ ғылым, білімді бірінші жолға қою керек. Дұрыс айтасыз. Жаңа Шөмішбай Сариев ағамыз айтып кеттіңіз ғой, ол сіздің ұзақ жыл бойы болған серігіңіз, былай шығармашылық сыңарыңыз деп айтуға болады. Бірлесіп қаншама керемет туынды жаздыңыз. Ол кісі енді осы жақында дүниеден озды. Сіз үшін ол қатты тиді ма? Әрине, мен қазір жалғызсырап қалдым. Күнде көрмесек та 7-сіне 2-3 рет бірге жүретінбіз. Бұрын саяжайымыз, мен өзің саяжай жаңағы бізді достастырған осы Тасқын Оқап, Роза Рымбаеваның жолдасы, Розалар соның үйінде отырып, сол Шөкең звондайды Тасқынға. Звондайды, сол жерде пен-клуб болды, Ілияс Есенберлінің, солардың кім сол кезде ма, сол ашқан кезде, сол кезде бір кездесіп, содан жақсы танысып кетіп, сол бірінші толғауды жаздық. Қазір көп айтылатын мен әндерім бәрі сол толғау ғой. Сол толғаудан бастады, сол бірінші Роза айтты Рымбаева. Содан кейін біз сол Бозжорға келді, 40-50 шақты әндер жаздық. Осын ол мені өзінің саяжайынан қасынан бір өзі бір бірінші кеңес Түйсекеев ағамыз барғысы келді да, ол бір себептермен оны жаңағы алмай қалды. Соны маған жаңағы ұсынды, барып сөйлесейік, өзім барып сөйлесейін деп бір. Соны барып әйтеуір көрші болдық, ұзын сөздің қысқасы саяжайда. Содан кейін әрине күнде әйтеуір сол жақта жаз бойы сонда жүресің, бірге жаңағы енді шабыт бола ма, басқасы бола ма, жақсы күндерді өткіздік қой. Қаланың ішіне келсек та өте өзі жақсы, сондай мына бильярд ойнауды жақсы көретін, сосын талай сырласатынбыз. Енді былай қысқаша айтқанда, өмірде аға, өнерде дос болып, осы қанша міне 35 жылдай ма, 30 жылдай бірге жүрдік. Ол өмірден өткенде мен кәдімгі көңілім құлазып, әлі күнге дейін саған құлазып жүрмін. Ол тек қана Шөмішбай емес, біздің өмірден менімен сол бірге жүрген ақын ағаларымыз, Ибрагим Исаев, Абдрахман Асылбеков, Айтмұхамбет Қосжанов деген жақсы досым болды. Бәрі дүниеден өтіп кетті. Қазір бір түрлі кәдімгі жалғызсырап қалдым, шын айтқанда. Өзіңізді қалай жұбатасыз?
әлде жұбату жоқ па? Амал нешік енді жұбатасың ғой. Сол көбінесе сол өнер мені жаңағы жақсы бір дүниелер жазып жатсаң, көңілің соған алданады. Жаңағы бір жақсы бір дүниелер жазып шығып жатса, адам бір ерекше сезімде боласың ғой, мысалы. Кәдімгідей жас балаша қуанатын кездерінде болады. Жалпы күнделікті өзіңнің енді өмірде талай жағдай болды ғой, енді оның бәрін айтып қазір қажет жоқ шығар деп ойлаймын, бірақ жақындарың, немерелерің деген бар сияқты, туғандарың бар. Солармен араласып, солармен жүрсең, көңілің аулайтын нәрселер көп қой өмірде. Сіз мына Шөмішбай ағамен толғау және нұр бейнең деген өте керемет. Жоқ, нұр бейнеңді ол жазған жоқ, өзім жаздым оның сөзін. Сөзін өзіңіз. Сол сіздің тағдырыңызда өте ерекше өлең екен білем. Сол өлеңнің тарихын айтып кетсеңіз, қалай туындады? Енді нұр бейнең ол жаңағы менің алғашқы сол Құдай қосқан қосағым ғой, жарып сол өмірден өткенде. Сол жаңа шабыт демекші, сол ол кезде ағам, ол да өмірден өтіп кетті, Әділхан ағамның үйінде, Айнабұлақта. Сонда түнде жатып, бір таң атама, 5-6-ларда сол әуен келді. Бір түс сияқты болып па, сондай әдемі әуендер бүйтіп. Бір шал ұйқы болып жатырмын ба, ұйқыдан сондай соған бір прямо кәдімгі бір балқып жатырмын да, бір әуенді құлағым, жүрегім прямо соны. Оянып кетсем, кәдімгі бір жаңағы есімде қалып қойды жаңа. Құдайға шүкір, ол кезде анандай не жоқ қой, қазіргідей жазып алатын, жаңағы телефон, мынандай не дейді, сотовыйлар ондай жоқ қой. Үйінде пианино болатын. Назым қарындасым музыкальный мектепке барып жүреді. Сонда сол кезде как раз нотный тетрадь береді, сол несін қансын, сол түсіріп алып, ұмытып қалмайын деп. Сол Құдай бір сол берді, себебі талай әуендер болады ғой, адамға кәдімгі бір үлкен бір тебіреніп, үлкен бір толғатып жүретін кезде болады, бір адам бір көңіліне бір өмірде әсер еткен жағдайлар ма. Енді мана өзіңнің жаңағы жарыңды жоғалту, өмірден өткені ол саған оңай тимейді ғой. Сол күйзелістен ба, сол тебіреністен ба шыққан дүние деп есептеймін. Ол шын жүректен шыққан сол әуен, нұр бейнең. Демек, нұр бейнең сіздің бірінші жарыңызға. Сөзін де өзім жаздым. Қазір одан енді балам Дәурен 6 жасында қалған, сол жақында болды, дүниеден өтіп кетті енді, өкінішке орай. Мамасының қасына барды, болды, сонда жатыр. Содан қалған ол тағдырлы ән деп есептеймін. Оны мысалға қазір Медеу Арынбаев орындап жүр, ол да сондай басынан сондай қайғыны кешірген, жолдас өмірден өтіп кетті. Сол өзі айтады, екеуміз бейбіт аға тағдырласпыз ғой деп, шын жүрегімен айтады. Сондай. Ол ән көп таралып кетті, талай мына Эль Канто деген, Парасат деген оперный театрдың жігіттері, квартеттер, солар айтатын, талай әншілер айтты, бірақ басында Бақтияр Талақбаев айтты. Оны бірінші осы Қазақстанға көп таратқандардың бірі Роза Рымбаева. Осы кезінде өзімнің қарындасым Ләззат Бірімғазина, ол да ол әнді айтып жүрді. Жастардың арасында 80-ші жылдары сол ән көп таралып кетті. Ешқандай насихатсыз, ешқандай қазіргі раскрутка дейді ғой, онда ештеңе жоқ. Әннің өзі ол кезде басқаша бір айтылса, бір теледидарда шыққан осы бізде. Ол кезде 1-2 ғана канал болды бізде, Қазақстан, содан кейін Алатау деген. Сол Қазақстаннан бір шықса, жастар жаттап алады сол кезде. Қазіргі ешқандай не жоқ. Қазіргі әнді өздері жаңағы насихаттайды ғой, мысалға. Сондықтан бұл әннің маған өте қымбат дүние деймін. Нұр бейнеңді. Яғни жарыңызға арналған бір естелік дейсіз ғой.
ескерткіш дейміз ба, ескерткіш қой енді, естелік болғанда ол есімізде бар қашанда, ол естелік, ол ұмытпаймыз ғой. Ол да бір парақ дүниенің бір болды дүниеден қазір, бірақ ол ұмытатындай емес, ол бір елес болып қалды әрине. Бірақ тірі адам тірлігін жасайды енді қазір, құдайға шүкір, немерелерім бар. Бұдан басқа толғау деген ән ерекше деп айтып кетуге болады. Ол әнді сіз дүниеден өтіп кеткен серік ағаңызға арнадыңыз. Ол да бір қатты керемет күйші болатын. Кезінде ол Ақтөбе өңірінде өте белгілі күйші болды. Ақтөбеде болып, әлі есімде сол бір жүлделі лауреат болып, Құрманғазының кішкентай ғана бір бюст дейді ғой, былай істеген. Сол үйде тұратын, көптеген сол. Соны біз әлдеқандай көретінбіз, бір үлкен бір Құрманғазға қойған ескерткіш сияқты, соны көретінбіз. Керемет мұрашы болатын, 46 жасында ма, дүниеден өмірден өтіп кетті. Бірақ құдайға шүкір ізбасары бар, Айбек деген ініміз, сол керемет күйші, қазір мына тиктокта өзін насихаттап жүр, әлемдік әуендерді, басқа да мына саундтректерде ойнап көзге түсіп жүр. Сол ағамызды жерлеп, ол кезде Әділхан ағам, мына үлкен семьядағы ағамыз, екеуміз сол пойызбен келе жатқанбыз 96 жыл декабрьде. Сонда шын айтайын, сол пойызбен келе жатып, жаңа сен шабыт дейсің, жаңа мұң дейсің, жаңа жерлеп кетқанда адамның жаңағы көңіл күйі белгілі ғой енді, андай жағдаймен келе жатқаннан кейін. Екеуміз сонда жаңағы пойыздың жаңағы дөңгелектерінің дүрсілі, басқа үн-түнсі сөйтіп. Өзінен өзі сол әуен келді жаңа. Өзінен өзі келеді маған. Айтып отырмын ғой, бір-екі рет түсіме де кірді, или былай да болды. Кейбір кезде өзінен өзі бір кәдімгі біз бір Алла, бір Құдайдан деп ойлаймын, бір қайдан өзінен өзі келеді. Тек дер кезінде соны сақтап қалу керек, жазып қалу керек. Ондайлар көп кездеседі менде. Білмеймін, бір 10 шақты дүниелер сөйтіп та жазылды. Сұрағыңа рахмет, жаңа есіме түсіп отыр. Сол пойызда келіп шыққаннан, сол келіп осыны жаңағы Роза Рымбаевамен алғашқы сол әндер жазып атқан кез, Тасқын ол кезде сол бәрін өзі қадағалайды, өзі сол басында жүреді, жаңа қалай жасау керек екен, өзі керемет сауатты, жақсы музыкант болды ғой, мықты. Соғы давай осы Шөкеңе берейік Шөмішбайға сөзін жазайық деп. Мен айттым, ол қалай, мен айттым, бірақ өз ойымды айттым. Солай ол ауылдан келе жатыр, осындай ағамды жерлеп жатқанда, сондай бір сондай жағдайдан кейін осы туындаған әуен деп. Сол басын несін айттық, сол домбыра, өзі домбырашы болатын деп. Сол домбыраның үні кенеттен үзіліп қалғандай, ой жалғандай деп. Сол жаңа міне домбырашы болатын деп соны айттым, қалған Шөкең өзі сол дамытты жаңа домбыраның үні деп. Жаңа айтып өттім ғой, сол алғашқы таныстырғанда осы толғау, осы Шөкеңмен бірге жазған алғашқы әніміз. Содан оны Роза айтты, кең таралып кетті. Одан Розадан кейін Гүлнұр Оразымбетов Азия дауысына шығарды. Клип түсіріп шығарды. Содан мықты қатты резонанс берді қоғамда, жақсы. Қазір оны неше түрлі форматта, неше түрлі жанрда айтылады толғауды. Мұна хор айтады, біздің Ақтөбедегі камералық хор әдемі айтады. Әртүрлі жанрда айтылып жатыр, жасы бар, жұлдыздары бар, талай әндер. Аттарын атап, түстерін түстеп қоймайын, бірақ көптеген әншілер айтып кетті осы толғауды. Жаңа айтып отырсыз ғой, ағаңыз 46 жаста дүниеден өтті. Жалпы 45-46 жас менің байқауымша былай ер адамға бір түрлі бір маңызды жас болып келетін сияқты. Былай орысша айтқанда қақ ортасы водораздел дейді ғой, қақ ортасы. Бірақ мүшел жасқа жетпейді, мүшел жас 49-да. 49, иә. Олған мен содан шығады ғой, бірақ енді білмеймін, бір кризисный
өздерінің бір өткелдері болады шығар, өмірдің өткел дейсің ғой, өмір өткел дейді. бір нәрседен аман есен секіріп өтіп кетсең өткел ғой енді. Бір құдай сақтасын, бір қазақта сөз бар ғой, қияметтің қыл көпірі деген сияқты. Көпірден бір дер кезінде әдемі өтіп кетсең, мүмкін ары қарай тағы өмірің жалғаса ма. Бір үлкен ол бір философия ма, қайдан біле, адамның өзіне де көп байланысты. Сол кездері өзіне абай болып, өзін өзі сақтап жүрген дұрыс шығар деп ойлаймын. Адам өзін күтіп, баптап жүрсе, одылдайдан алыс бола ма? Сізде сондай кездер болды ма негізі? Болды ғой, неше түрлі жағдайлы өмірде. Талай ауырдық та, оңалдық та, бір дағдарыс дейді ғой, кризистің ондай талай адамдарда болады ғой, онсыз адам енді өмір сүргеннен кейін ағы да қарасы да қатар жүреді, сондықтан иә. Басынан өткердік қой, Құдайға шүкір қазір. Былай шығармашылық жағынан мен Дулат Исабеков ағамыздан сұхбат алғанда, ол былай айтып кеткен, 37 жас шығармашылыққа ең бір қайнап жатқан жас деп. Қақпағы жабық, қазандай қайнайсың деп айтқан. 37 жаста. Содан кейін 40-тан кете, шамалы бәсеңдеп. Сол рас па екен? Ол да бар. Жалпы бізде Шөкең айтады, Шөмішбай ағам. Жалпы тек қана ол емес, егер дейді 40-қа дейін сен өз атыңа жұмыс істейсің дейді. 40-тан кейін атың саған жұмыс істейді. Мысалға, ол не деген сөз? 40-қа дейін барыңды бәрін істеп қалды, 40-тан кейінше бәсеңдейсің ба, аздап. Бірақ сенің бұрынғы істеген еңбегің нәтижесінде сен сол кәдімгі әрі қарай жүзе бересің деген ғой жаңағы. Мысалы, сондай әңгіме бар. Тағы бір қағида бар. Менің әкем де айтатын, марқұм Орал әкем. Бір бала кезде әуестеніп өлең жазып, сөйтіп бір қыздарға өлең жазып, соны бір оқып қалып естіген ғой соны. Балам, сен дейді, 40-қа дейін өлең жазба деген. Әбден шыңдалып, өз-өзіңе келіп, өмірдің ақ пен қарасын түсініп, ажыратып, сол кезде бар өлең. Өлең дегенде ол кезде өлеңнің көбісі насихат еді ғой. Нақыл сөздермен араластырып жазасың. Қазір өлеңдер емес қой, ол кезде өлеңдер. Қазір аузына келгендерін жаза береді ғой. Сен біреуге ақыл айтып, нақылмен өлеңдетем десең, ол бірінші өзіңді жаңағы есейген емес, енді есейесің ғой, көңіл мысалға 40-қа келіп ақыл тоқтатқан кезде ғана барып бір нәрсе жазсаң, ол дегенде осындай. Бірақ 40-тан кейін де бәсеңдейтінің рас. Мен өз немді ойланып қалдым да, өз немді. Менің жақсы әндерім действительно 40-қа дейін келді ғой. Жаңа Нұрбейнең болсын, Алғаш көктем, Ауылға, мықты кәдімгі алғашқы әсерлі болады да. Ең алғашқы шыққан әндерің де қандай болғанда да. Сосын жұрттар өздерінің енді потенциал ретінде әркім әртүрлі ғой жаратылса. Біреу мысалға ұзаққа шабат деген сияқты. Мен әлі күнге дейін енді одан кейін де жақсы дүниелер жазылды ғой. Мысалы сол толғаулар болсын. Мен бірнеше толғау жаздым. 4-5 толғау бар. Бәрі халыққа белгілі. Басқа да көптеген дүниелер жазылды. Бірақ ыстық алғашқы шыққан сол дүниеден шыққан әндер сол 40-қа дейін жазылған дүниелер. Мүмкін ол да өзінің бір бірақ не дейді жаңағы закономерно, өз заңдылық шығар деп ойлаймын. Иә, солай айтады ғой көбісі. Бірақ демек сіз 40-тан енді асып бара жатқанда сіздің басыңызға үлкен шығармашылық бақ қонды деп айтуға болады. Бұл жорға оған дейін есейдім ғой жаңағы әке жазған. 40-қа дейін багаж жинадым, жақсы дүниелерді жазғандар болды сол. Мысалы, Алғаш көктем сол кезде жазылған, ол 97 жылы жарық көрді. Мысалға 12 жылдай, 13 жылдай сонда менде жатты жабулы қазан деп жаңа айтқам. Қайнады ма, білмеймін әйтеуір. Ондай дүниелер менде көп болды. Соны сразу 97-96 жылдар бұрқ өткіздім ғой, бәрі шығып кетті ғой. 5-6 ән сразу Роза айтты. Соның бәрі жиналып қалған, жабулы қазанды ашқан кезде бәрі. Демек сол Бозжорға бір үлкен дүркін жетістік болды. Ол уже шабыттан туған жаңағы жетістіктерге де адам масаттанады, марқаят деген сияқты сондай бір адамның бір кезеңі болады. Цикл болып кетеді әндер, бір кәдімгі
жаңағы оптым кететін деген сияқты бірден лағып ағылып кетеді да ағып кетеді деген сияқты адам бір шабыттанатын кездерінде ол өзі ол бір алладан да құдайдың да оның несі бар. Сол жолымды ашқан шығар сол кезде. Сол кезде мен көптеген әндер бәрі сондай әсерлі әндер болып шықты. Шығармашылығыңызға көңіліңіз толмаған кездер болды ма? Әрине, ол өнер адам болғаннан кейін, мысалға мен бірінші мен өз-өзіме қатты сыншымын. Қанша рет талай нұсқаулар, талай жазам да алып тастаймын, сызып тастаймын. Өз-өзіме ұнамайды. Ондайлар көп, ондай жиі кездесті менде. Жаңағы бір әннің соңына түсіп алып, қалай да болса соны шығарам деген менде ондай табжылмайтын, ондай мінездер жоқ бірінші. Ол себебі ішкі түйсігім сезеді, ол алысқа бармайды. Өзіме білмеймін, менде бір осындай бір не бар, өзіме ұнаған дүние, мысалға халыққа да ұнайды, оған тез таралып кетеді. Ұнамаса ұнамайды. Сондықтан себебі мені конкурсқа сол көпті шақыратын шығар, мысалға көбінесе мына балдардың конкурсы, мына Бозторғайда 25 жылдай болды тұрақты мүшемін. Көп конкурстарға шақырады қазір. Сізде енді былай арманда қалған бір дүние бар ма? Мысалы, ойлайды көбісі. Бір Толстой сияқты бір роман 10 жылдап, 15 жылдап жазған. Мүмкін іште бір замысел дейді ғой бір. Иә, үлкен бір не бар? Иә, жоспар бар. Дүние жазу. Білмеймін, қайдан білемін. Бұйырғанын көреміз, бірақ мазалайтын нәрсе көп, оның бәрін ашып айтпай-ақ қояйын, бірақ мазалайтын нәрселер бар. Өнер жағынан айтып отырмын да. Бізде мына үлкен дүниелерді халық қазір көбісі тыңдамайды. Тек қана мына профессионалдық түрде сондай осында соның жанында жүрген осы профессионалды көзқарастары бар мамандар, әншілер болсын, композиторлар бағасын береді. Солар қатты бағалайды әрине. Бірақ біздің халықтың талғамы өте төмен болып кетті. Оны рухани жағын айтайын. Бәрі сол тойдағы әндер қазіргі бірінші орында тұрады. Тойдағы айтылатын әндер үлкен сахнаға шығып кетті. Бәрі бір қазанда қайнайды жаңағы. Сол көп қынжылтады. Себебі совет үкіметі кезінде тойға барғандарды бәрін онша жақтырмайды. Көбінесе тығылып баратын. Мысалы, көптеген біз белгілі әншілер. Көптеген әнші болған жоқ ол кезде. Бір саусақпен садарылған әншілер болды. Бір жұлдыз десе солар болатын. Ол кезде тойға барғанда халтура дейтін. Халтура кетіп жүрсің ба деп. Сынмен қарайды, күліп қарайды. Қазір сол той біздің үлкен сахна болып кетті ғой. Себебі түсінуге болады, әншілердің бәрі оған бала шағасын асырау керек. Ол той тек қана ол үлкен индустрия болып кетті. Кезінде бізде шоу индустрия деп бар әлі басып, Бозжорға жазғанда мұнда келіп, бір үлкен бізге бір оқитын бір нотация қазір. Біз қазір соны бастан кешіріп жатырмыз, сондай үлкен индустрияның лебі келді деп. Үлкен біз совет одағының кеңістігінде жаңағы әндердің таратылу жағы, ол қандай түрде таратылады деген сияқты. Сол бізге той индустрия, тойдың айналасында бәр тірліктер. Тойдың жасауы болсын, базарға барсаң үлкен магазиндерде. Көзіңді ашып қарасаң, тойханадан жаңа көзің жауын алады дей ма, не дейді жаңа. Иә, Алматының бәрі тойхана. Біздің ең басты өнеркәсібіміз сол той индустрия, сол сияқты. Ол да бір не ғой? Бірақ кезінде мен 15 жыл, 20 жыл бұрын айтқан, халықтың ән жазғанда халықтың жетегінде кетпеу керек. Халыққа ұнаса болды деп, тыңқыл-тыңқыл, ыңқыс болып сол әнмен кетті. Халықты біз әлі жетелеу керек. Мен халықты кемсіткен ештеңе жоқ, жалпы халықтың талғамы төмендеп кетті. Оны халықтың талғамын қалыптастыратын осы журналист ағайындар. Сол журналист ағайындардың өздерінде талғам жоқ. Оны үйрететін, баулайтын, талғам байлайтын оған мұғалімдер, олардың өзі де бізде қазір рухани дағдарысқа ұшыраған кез. Себебі осы
мына бір формациядан екінші формацияға осы 90-шы жылдары мына ала сапыран жылы кезде көптеген дағдарысқа тап болдық. Көптеген мамандар өмірден өтіп кетті, кейбіреулер жаңағы сондай дағдарыс болды ғой. Соның несін қазір біз бастан кешіп жатырмыз, соның нәтижесін айтқанда. Бұл үлкен проблема, шын айтқанда. Жаңа айтып отырсыз ғой, журналист мырзаларды да бір үйрету керек деп. Оны үйрететін бір интеллигенция болу керек қой. Баяғыда қалыптасқан не керек қой бізде? Соны қалыптасқан тек қана ол бір не дейді жаңағы қоғамда бір қалыптасқан бір белді бір жаңа не дейді жаңағы отряд, ну бір плеяда ма, целый бір не ғой, бір топ, орта керек, орта, то есть ол қалыптасқан, ол деген бір адамның қолынан келмейді, 10 адамның қолынан келмейді, ол деген сондай. Ол кадрды қазірден бастап тәрбиелеу керек. Ол бәр салада сондай ғой, өнер болсын. Мысалға спортта біз футболды неге өнбей жатыр дейді. Қашанғы легионерлерді әкеледі, нәтиже жоқ, келеді да кетеді. Қазірден бастап чем быстрее, тем лучше дейді ғой. Сол бір 10 жылын кетер. Қазір бір 7-8, 10 жастағы балдарды тәрбиелеп 10 жыл. Сол саған берген ақшаны соларға беріп, жақсы инфраструктура болсын, стадион сал, не жаса, соларға көңіл бөлсең, бірақ тренерлерді, дұрыс тренерлерді шақыр, үйрете білетін. Бізде маман жоқ қой себебі. Музыкада да солай, бірақ біз Құдайға шүкір, музыка жағынан қазақ біз талантты халықпыз. Бізге ондай қажет жоқ. Өзіміз себебі ол өзімізге жусан иісті қазақтың жаңағы қазақы жанынан дамыту керек біз көптеген дүниелерді. Әрине, бірақ соның бәрін қазіргі академиялық тұрғыда болсын, қазіргі жаңа мына қазіргі креативтік бір дүниелермен соны ұштастыра білу керек та, бір сондай синтез жасап, сондай бір нәтиже шығару керек. Ол ізденіс керек. Ізденіс үшін оған сауаттылық керек, қажырлық керек, өнерді сүйгіш керек. Ол көптеген факторлар ол бір неме. Қазір бірақ сондай орта жоқ секілді ғой, мысалы үшін интеллигенция қайда жоқ болып кетті. Енді сол дағдарыс. Бәрі бір орта. Иә, көбісі мысалы көбісі дүниеден өтіп кетті. Көбісі көптеген бізде жақсы интеллектуалды, сауатты көптеген адамдар бар. Мысалы осы Алматыда. Өкінішке орай көбісі әрине қазақы бұндай нені білмейді. Қалада өскен ғой, баяғы мына Совет одағында тәрбиеленген адамдар. Мүмкін қазақша тілге шорқақпа, қазір қоғам алмасып жатыр ғой. Бір алмасқаннан кейін это безболезненно не проходит, в общем. Оның да бір басқаша өзінің бір несі бар мәселесі. Солар қазір жұмыссыз қалды ғой. Ол тек қана музыка, өнер жағынан емес, жалпы бүкіл басқа салада қанша адамдар пенсия жасына келеді, шығарып жібереді. Қанша мен талай адамдарды білемін, жұмыссыз отырған. Әлі солардан жаңа өзі сұрап жатсың, неге үйрететін адам жоқ деген. Солардың бәрі бар. Енді бәрі аман-есен ғой, Құдайға шүкір. Соңғы сұрағым, осылай жастарға не айтып кетер едіңіз қазір, мысалы үшін бізде эфирде отырмыз. Бір ақылыңызды айтып кетсеңіз. Жастар ақыл... Білмеймін, қазір жастар ақыл сұрамайды, ақыл жастан дейді ғой қазір. Өмір тәжірибесі. Өмірде бір ойды түйгенім, жаңа айтып кеттім ғой, сол. Мына бізде көптеген проблемалар жаңа айтып жатырық, бәрін енді минус көбейіп кетті, сол плюсында айтқаны дұрыс шығар. Қалай болғанмен бізде қазір жастар ғылым білім деп жатырмыз. Құдайға шүкір, қазір көп болмаса да осы олимпиада болсын, математикалық нері болсын, жеңіп жатқан жастар бар. Дарынды жастар бізде бар. Қазақ халқы жалпы талантты халық қой. Әсіресе өнер жағынан, сосын ғылымға өте зерек. Бір нәрсені оқып, жаттап, соны дамытуға өте алғырлық бізде басқа халықтарға қарағанда. Себебі біздің қанымыз ерекше ғой. Мына жетатаның оның да бір өзінің үлесі бар, жетаталық біздің қанымыз өте дұрыс. Мысалға, біздің болашағымыз өте зор. Тек осындай келеңсіз жағдайлардан алшақ болсақ, мына жат ағымдар болсын, басқа да
сол өркениетті қоғам құруға ат салысыңдар деймін жастарға. Сол өнер, ғылым, білімнің арқасында. Сол мына кітаппен оқып, соны тек қана жай оқымай, соны тоқып, шұқып оқымай, тоқып көңіліңе соны, оны әрі қарай дамытып жүре беруге ат салып жүріңдер дегім келеді жастарға. Сол болашаққа жұмыс істеңдер деймін. Еңбек сүйгіштік болу керек. Жалқаулықтар бізге шамалы, бізде сондай бар. Өкінішке орай. Содан арылуға тырысу керек. Керемет. Рахмет Бейбіт аға келгеніңізге. Сізге де ұзақ жас өмір тілеймін. Шақырғаныңа рахмет, айналайын. Шығармашылығыңыз өшпесін, өрлей беріңіз, сізді биіктен көре берейік. Тағы да кездесе берейік. Жақсы. Аман болыңыз. болыңыз. Сау болыңдар. Рахмет.